Сынған жоқ па? Тағы да. Бұрыш кеді. Тағы да. Куб алды. Аудар. Көтеріп тұрып тастаңыз енді. Тағы да. Ассаламу алейкум. Біз мынандай газоблок оборудованиясын сатамыз. Бұған бір миксер, және мына алдарыңызда тұрғандай 10 қалыбы кіреді. Бір қалыптан 120 кирпич шығады. Жаңа 20, ені биіктігі 30, ұзындығы 60, осыдан бір қалыптан 12 кирпич шығады. Сонда 10-ынан біреуінен 12 шықса, 10-нан 120 шығады. Ол дегеніміз где-то бір 4-2, 4-3 куб болады. Кубпен есептегенде. Және де ол комплекттің ішіне мынау шаблоны және мынау резкасы арасы. Осы кіреді. Бағасы, жалпы бағасы бұның құны екі түрлі бағада бар. Бізде қазіргі мынау российский Алтай строймаштың істетіп атқан фанералары. Сол фанерамен істеткеніміз 1,5 миллион теңге. Және екінші түрі бар. Ол жай простой фанера, ол 1 миллион 200 мың теңге. Және де бұның ішіне кіретін сол технологиясын үйретіп береміз. 3 түрлі технологияда болады. Сапасына қарай. Ең мықты, орташа және сәл нашар. Сол 3 түрлі технологияда құйылады бұл газоблок. Бағасы да 3 түрлі бағада сатылады. Және айта кететін жайт, бұның ішіне тағы да сол алған клиентке полный үйретіп береміз. Алдымызда келеді осы жерде. Алдымызда құяды. Қашан сол үйрендім дегенше алдымызда қарап тұрамыз, контроль жасап. Ол үйрендім деген кезде алып кетеді. Жалпы үйренуге 1,5-2 күн уақыт жетеді. Азанда қойса, енді былай қарай күн ісіп жатыр, даже бір күнде үйретіп жіберуге болады адамды. Азанда құйса, мысалға, 3-4 сағаттан кейін бетін бір тілініп алады. Және 4-5 сағаттан кейін қалып ашылады, мына резка шаблон кигізіледі. Осы резкамен керек размерді кесіп алады. 20 ма 20, 30 ба 30. Қандай размер клиенттің тапсырысына қарай сол размерде кесіп беріледі. Сапасы жағынан жаңа біз атып көрсеттік, ұрып көрсеттік. Сондай мықты қып, сынбайтын қып. Енді сапасыздары жаңағыдай былай қолыңнан түсіп кетсе сынып кетеді. Ату былай тұрсын, ұру былай тұрсын. Қолдан түскеннен шашылып кетеді. Ал біздегі ол сапалы десе, сол сапалысын үйретіп береміз. Бірақ бұда пайдаға жұмыс бірге-бір қалдыруға да болады. Бірақ бірге-бір қалдырғаннан кейін ол сапасы нашар болады. Сапалы қып, сол бір кубтан 5 мың теңге пайда қалса да, мынау 10 қалыптан 4 куб шығады. 4 кубтан ол таза 20 мың теңге бір күнде. Негізінде осыдан қосымша қалып сатып алам десе, бір қалыптың бағасы 100 мың теңге. Ал жаңа жай простой фанерамен істелінгендікі оныкі 80 мың теңге. Осындай қалыптан бір күнде мынамен 50 қалып құюға болады. Мынаны бір заправка қағанда 2 қалыпты да толтыруға болады. Бірақ ол кезде уже адам сәл қиналып қалады. Сол үшін бір қалыптық раствор дайындап, біреулеп құйса 5 минут уақыт кетеді сол неге. Мына 10 қалыпты жалпы 1 сағатта құйып тастайды адам, 2 адам. 50 қалып алатын болса жаңадай, ол 20 куб, 22 куб есебі. Почти бір күнде 110 мың теңге пайда бір адамға. Пайда табасыз да. Жалпы осы бизнеспен айналысамын десеңіздер, жақсы бизнес. Қазіргі таңда адамдар көп бизнес қарап жүр. Қазіргі ең адамдар бізге Қазақстанға келген, алдынан келген, бірақ адамдар енді түсініп жатыр бұл нәрсені. Енді үйреніп жатыр. Сол жалпы айтқанда осы бизнес сатамыз, үйретеміз. Келісім мәселесі бізге клиент тапсырыс бергеннен бастап жарты ақшасын задатығын аламыз.
және алған күннен 15 күн есептеп, сол алған күннен бастап 15 күннің ішінде дайындап береміз. 10 қалыбымен. Егер кезек болмаса. Жалпы кезек болса да, болмаса да 15 күнде. Атак қалыбын егер көбейтетін болса, уж уақыт созылады. Жаңа 10 қалыппен сол 15 күнде Алла қаласа дайындап береміз. Қалыптың размері. Қалыптың размері сол 60-қа 2-де 40 ұзындығы. Бұдан жаңа айттық қой, 20-лықтан 12 шығады, 30-лықтан 8 шығады. Мына сонда шаблон ғой? Бұл шаблон, иә. Кез келген размердегі. Шаблон 20-лыққа істелінген және 30-лыққа істелінген. Клиенттің тапсырысына қарай кесіп бере береді. Бізде енді Сарыағашта основной 30-лық алады. 30-лықпен сыртын құрады да 20-лықпен ішін 5 комнатный бөледі. Осы 30-лық 20-лық. Мыналар ше қалған бөлікте. Бұның барлығы сол мына 20 болса, мына 30. Мына жерден 30. Ал 20-дан кететін болса, мына 20, 20. 15 жоқ. 20, 15 жоқ. 15 заказға қарай, клиенттің тапсырысына қарай, 15 керек десе, 15-лікті шаблон істеп бере береміз. Нотариус арқылы келісім жасауға. Ол келісім клиент қалай десе солай келісе береміз оны. Қандай вариант бар? Иә, қандай вариант бар? Негізі біз жалпы бізде әлі ондай нотариально деп ешкім келген жоқ. Әлі осы күнге шейін былай сенім артып, неғып кетеді. Айтқан нелерін орнында, уақытында істеп беріп жатырмыз. Кез келген келісім түріне дайынсыз. Кез келген келісім түріне дайынбыз, иә. Ақшасын жарты бөлігін. Иә, ақшасын жарты бөлігін міндетті түрде береді ол. Сол берген күннен бастап срок есептеледі. Рецепттің неше түрі бар яғни? Сапасына қарай. Сапасына қарай 3 түрлі рецепт бар. 3 түрлі болады. Мықтысы болады, ең высокий, высший, и орташа, и ең нашар, әлсіз да. Қазіргі айтқанда. Төмен, сапасыз. Енді қазіргі интернет бөліктерде өте арзан бағада осындай дайын бизнес сатып жатыр ол. Сіздердікі ме жоқ па? Сіздердікі емес пе? Арзан бағада істеп жатқандар, оларда мынандай қалып емес, ол линия дейді. Линияда жалпы сәл жұмысы қиын оның. Бізді өзіміз істеп көрдік ода. Мынада енді өте ыңғайлы жері, кез келген жерге алып барып қоя бересің, ол қалыпты. Жаңа біздікі сол Алтай строймаштың несіне қарап істеп жатырық қой. Заводской Россияның несі бар ғой. Соған қарап, солардың несіне қарап, мен дәл сондай болмаса да, соған жақын қылып әрекет жасап жатыр, дәл сондай істеуге. Олардікі бірақ бұндай 10 қалыппен алатын болсаңыз, кемінде 3,5-4 миллионды айтады олар. Бізде соның жарты бағасы. Отандық өнім өзіміз өндіргеннен кейін бізде осындай баға болып тұр. Кепілдік жайлы айтасың. Кепілдік жайлы, кепілдік барлық өнімге береміз өзіміздің істеген жұмысымызға. Сварочный жұмыстан бір жері сынып атса, оған жауап береміз. Біз өзіміз барып істеп береміз о нәрсені. Сынып атса. 1 жыл гарантия береміз істеген жұмысымызға. Мына қалыптарды да даққа алып қойса, бұл сынатын нәрсе емес. Сынса, сваркадан сынатын болса, оған өзіміз жауап береміз. Бірақ бұл сваркадан сыну мүмкін емес. Бұны даққа алып, даққа қоятын нәрсе. Ол жерден проблема жоқ бұлардан. Бұдан кететін болса, мотор кетуі мүмкін. Ол мотор біз шығармағанбыз да, оған кепілдік жоқ. Біз аватқан жерімізде де ол моторға кепілдік бермейді. Бұл Қытайдың моторы, бірақ істетіп атқанымыз 2 жылдан бері істетіп атыр, күйместен істеп тұр. Миксерде заводскойда жаңа Алтай строймаштыкін беретінде оның несі кішкентай. Көлемі миксері кішкентай. Кейін олардың қалыбы да 2 метрлік. Арғылай жаңада 2-де 40 тапсырыс беретін болсаң, ол бағасы қосыла береді. Ол именно сол 2 метрлікке арналған не да одағы миксерлер. Уже оны мынандай үлкен қылып заказ беретін болсаңыз, одан да қымбатқа түсіп кетеді. 5 миллионда болып кете ма, бір звондап сұрағанда сондай нәрсе айтқан еді. Жалпы бұған ыстық су керек, суды ысыту керек. Клиент сол нені дайындау керек. Жаңа үлкендеу емкість бір 2 тонна, 3 тонна. Мына 10 қалыпқа 1 тонна су кетеді. Судың градусы қысқы кезде сол 60-80 градус. Қанша ыстық болса сонша жақсы болады. Жаздың кезінде сол 40-60 градустың арасында болады. Су мұздай болып қалса, ана не көтерілмей қалады газоблок. Сол кейін мынау моторы бұның 220-ға істейді. Бір жақсы жері 380 кіргізем деп адам әуре болып жүрмейді. Қазір 380 кіргізу өзі проблема бар, қиындау. Әрбір жүгіруің бар. Бұда ыңғайлы жері сол 220-мен.
380 мен істеймін десе де, ол клиенттің тапсырысына қарай 380-дік мотор қойып бере береміз. Бұл газоблоктың қосылатын шикізаттары жаңа цемент, құм және қоспалары бар, химикаттары. Ол жалпы өзіміздің Қазақстанда бар барлығы. Шымкентте, Алматыда, Астанада, Қарағанды барлығын табуға болады. Жалпы қол жетімді. Ешқандай шетелден алдыратын нәрселер жоқ. Барлығы өзімізде табылады.